Қазақтың халық музыканты, композитор, домбырашы, бірнеше күйдің авторы. Ол 1823 жылы Бөкей ордасында Жиделі жерінде, қазіргі Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы Сағырбай деген шаруаның үйінде дүниеге келген. 18 жасында Құрманғазы туған ауылын тастап, серлік өмір салтын құрады. Ұзақпен бірге күй жарыстарға қатысып, шеберлігін шыңдап, атақты күйшілердің қатарына қосылады. Құрманғазы шығармашылығының шыңы қазақтың ұлан байтақ даласын көз алдыңа әкелетін сарыарқа күйі. Сол замандағы музыкалық техниканың дамуына әсер еткен Құрманғазы күйлерінің ерекшеліктерін оның шәкірттері ұрпақтан ұрпаққа жеткізді. Құрманғазының күйлері халықты шабыттандырып, қиын қыстау кезеңде сүйеу болды. Езгіге төзіп, еркіндік үшін күресуге көмектесті. Этнографтар Құрманғазының шығармашылығын 19 ғасырдың жарқын үлгісі деп біледі. Күйші домбыра тарту шеберлігін шыңдап, жүрегіне жақын тақырыптарда әндер жазған. Халық 2 ғасырдан бері Құрманғазының күйлерін жадында сақтап, ұрпақтан ұрпаққа мұра ретінде қалдырып келеді.